2022 жылы телефонмен Facebook'тан бизнес-страница ашу үшін таргет жіберуге Google-ға жазасыз, и осындай ашылған екінші строчкаға кіресіз. О, Facebook деп тұрады. Потом осындай страница ашылғаннан кейін астыға бассаңыз, откройте ADS менеджер деп тұрады. Сол ссылканың үстін басасыз, и сізді ADS менеджерге жібереді. Яғни ADS менеджер деген ол рекламаны создать ететін Facebook'тың ішіндегі бөлімі. Кабинеті деп айтсақ болады. Потом студияға домиктің үстін басасыз, и сізде осындай компьютерный версиясы ашылады. Потом плюсикті батсаңыз, создать деп тұрады, мінекей страница, потом реклама деп тұрады. Бірінші страницасын басасыз, яғни сіз бірінші страница создать етесіз, сол страница арқылы кейін таргеттік реклама жібересіз. Название страницы сізге қажетті бір сіздің нишаңызға байланысты жазсаңыз болады, немесе аты жөніңіз, инстаграмда логиніңіз деген сияқты жаза бересіз. Сізге қатысы бар сөйлемдер. Потом категория, ол сіздің нишаңыз қандай бөлімге жатады, сіз кімсіз, место услуги көрсетесіз бе, әлде мұғалімсіз ба дегенде, соның барлығын осы жерден поисктен іздеп тауып осылай қоясыз. Категорияны жазсаңыз, өз автоматик астында шығарып отыр. Потом сохранить, ең астында сохранить деген батырма болады. И сол кезде сохранение деген уведомление келіп, мынандай бет ашылады. Яғни сізге фото профиль ғой, фото обложки ғой дейді. Мен ерден фото обложкиді әкеп, галереямнан әкеп қойдым. И сізден осындай мінекей сіздің страницаңыз ашылды. Бұл жерден сіз кейін реклама жібере аласыз, жаңағындай ADS менеджерге кіріп. Потом бұл страницаның настройкасын жасайсыз. Ең астындағы мінекей настройки деп тұр ғой, сол настройкиген басасыз, и сол кезде общий дейді, сіздің страницаңыздың настройкасы шығады. Потом екінші тұрған, кто может сделать публикацию в вашем странице. Ол жерде на странице, например, сіздегі ВК-да группа сияқты ғой, сізге жаңа ашқан бизнес страницаңызға кейін көрген кісілер мүмкін өзінің бір новостин или бір нәрсесін жазып қалдырып кетер. Сосын оны алып осылай запретить дейсіз да, и сохранить изменения дейсіз. Сол кезде сақталады. Одан кейін қазір көп жағдайда Facebook сізді мобильный версиясына қайта лақтырып жібереді. Сол кезде адрес, төбедегі адресін строчка тұр ғой, сол жерде n. деген алып тастайсыз. Сол кезде сізді қайтадан компьютерный версияға қосады. Реклама деген приложение көшіріп алыңыз деген сияқты көрсетіп тұрады. Ал бірақ реклама деген көшіріп алсаңыз, сізде ондай телефонный мүмкіншілік болмайды, компьютерный мүмкіншілік болмайды. Потом осындай қайтадан бөліміне кіресіз, и плюс деген жаңағыдай астыға түсетін стрелканы бассаңыз, сіздің парақшаларыңыз тұрады, и осы жерден өздеріңіз любой жерінен страницаңыз тауып алып, настройкасын жасай бересіз. Мінекей менде 2 страница ашылған тұр. Бұл новыйдан жасап жатқан менің парақшаларым. И наерден галерея немесе үстін басып, сіздердің уже мінекей ашылған рекламный парақшаларыңыз барлығы көрініп тұрады. Инструменты дегенге кіргеннен кейін мінекей полностью меню ашылады. Қайтадан үстінде екінші рет бассаңыз, осындай панель инструментов ашылады. И бұл жерде биллинг бөліміне кіріп, өзіңіздің карточкаңызды енгізіп, мінекей мен тағы да лақтырып жіберді. Компьютерный версияға өту үшін версия для ПК дегенге птичка қоямыз. Сол кезде сізге қайтадан браузердағы версиясы ашылады. И осы жерден тағы да настройкасынан жасай берсеңіз болады. Инстаграм деген жерден инстаграмыңыз тіркейсіз, өзіңіздің парақшаңыздың логин паролін жазып кіресіз, подключить аккаунт десеңіз. Одан кейін биллинг деген бөліміне кірсеңіз, сызықтыны басып, и бұл жерге тоже өзіңіздің карточкаңызды енгізесіз. Ол карточка жұмыс істеп тұрған, срок өтпеген, ішінде ақшасы бар карточка болу керек. Facebook өзі сізден $1 шешіп алады тіркеген кезіңізде, потом сол $1 қайтарып береді. Кейін рекламаны көрсеткеннен кейін сол жерден сіздің ақшаңызды шешіп алып отырады. Потом наерден аудитория құру, бұл аудитория құру тоже бөлек сабақ болады. Көргендеріңізде, қолыңызда егер ноутбук, компьютер болмаса, телефонмен ақ бизнес страница ашуға болады. Ұнаса, пікір, лайк басып қалдыра кетіңіз.